Абайдың екінші қара сөзі. Біздің қазақтың бір мақалы: өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады? Қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды: бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейлікке не шара? Ағайын бірлік қылса, мал ортақ болса, біреуі байып, біреуі жарым жарты болса, ол не бірлік? Бірлік ақылға бірлік, мақсатқа бірлік, адалдыққа бірлік болу керек. Ырыс алды тірлік дейді. Ол қандай тірлік? Көкірегі, көңілі тірі болса, соны айтады. Жүрегі тірі болса, сөзі де, ойы да тірі болады. Ондай адамның ісі де, сөзі де алға басады. Ал егер адам жалқау болып, талап қылмаса, бірлік пен тірліктің мәнін түсінбесе, онда ондай тірліктің қандай пайдасы бар? Адам баласы бірлік пен тірліктің шын мағынасын түсінсе ғана ел түзеледі, халық алға жүреді. Бұл қара сөзінің мағынасы: Абай қазақ халқының бірлік және тірлік сөздерді дұрыс түсінбей жүргенін айтады. Бірлік деген не? Абайдың айтуынша, бірлік деген малдың, дүниенің ортақ болуы емес, шын бірлік адамдардың ойы, мақсаты, ниеті бір болуы. Ырыс алды тірлік деген не? Тірлік деген тек тірі жүру емес, Абай мұнда саналы, ойлы, еңбекқор өмірді айтып отыр. Абайдың бұл туралы сыны: кейбір адамдар бірлікті мал бөлісу, ал тірлікті жай ғана күн көру деп түсінеді. Абай мұны қате түсінік дейді. Жалпы Абайдың ойымен қорытындылайтын болсақ, адамдар ақылмен, адалдықпен, мақсатпен біріксе ғана ел дамиды екен.